Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең керемет булочканың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы сүтке азырақ тұз бен қантымызды салып, аштығымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді сұйық майымызды құйып, ұнымызды салып, қамырымыз жұмсақ болғанша жақсылап илейміз. Ұнды көп қоспауға тырысыңыздар, біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығу қажет. Дәл осы видеодағыдай қолға кішкене жабысып тұратын қамыр болу керек. Бетін 1 сағатқа жауып, жылы жерге қалдырамыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге сүзбе мен қант қажет. Екеуін жақсылап араластырамыз. Арасына жаңғақ немесе мейіз қоссаңыздар да болады. Қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен 4 бұрышты немесе дөңгелек етіп, жұқалау етіп жайып шығамыз. Қатты жұқа етпейміз, қалыңдығы шамамен 3 сантиметрде болу қажет. Енді арасына бөлме температурасында тұрған сары майдан осылай жағып шығамыз. Енді қамырдың үстінен салмамызды толық салып шығатын боламыз. Видеодағыдай қамырды осылай орап шығамыз. Қамырдың шеті ашылып кетпесі үшін қолымызбен осылай біріктіріп шығатын боламыз. Алдағы уақытта каналыма жаңа рецептер шығады, соларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоңырау шағын басуды ұмытпаңыз. Қамырымызды пышақтың көмегімен осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Дайын болған қамырдың бетін 15-20 минутқа жауып қалдырсаңыздар, сол кезде біздің булочкаларымыз өте керемет көтерілетін болады. Енді үстіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, жақсылап жағып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пешке 30 минутқа салып, пісіріп аламыз. Біздің булочкаларымыз дайын, өте керемет көтерілген, мамықтай өте жұмсақ шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және сүзбемен булочканың дәмі өте ерекше шығады екен. Жақындарыңызды осындай тәтті рецепттермен қуанта беріңіздер.